Алматы бойынша кене шағу ықтималдылығы жоғары аймақтар айтылды. Алматы қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасының қабылдау бөлімінің меңгерушісі Бауыржан Омаров брифинг барысында бір айда кене шаққан 40 адам көмекпен жүгінгенін айтты. Оның айтуынша, Алматының жедел шұғыл ауруханасына 1-30 сәуір аралығында кене шаққан 40 ересек адам түскен. Кене шағудан зардап шеккендердің 16-сы ауруханаға жеткізілген соң кене шығарылып алынған, ал 15 адам кенені өздері алып тастаған. Сондай-ақ ауруханаға жүгінген 40 адамның бәріне кенеге қарсы екпе салынған. Сонымен қатар ол Алматы бойынша кене шағу ықтималдылығы жоғары аймақтарды атады. Мәселен, Көктөбе, Бутаковка, Медеу, Алмарасан шатқалдарында кене шағу ықтималдылығы жоғары. Кенелер наурыздан қазанға дейін белсенді болады. Ең қауіпті кезең ол сәуір мен маусым аралығы. Олар көбінде шөпте, бұталарда болады. Тіпті ағашқа да көтерілуі мүмкін. Сондай-ақ қала ішіндегі саябақтарда, жаяу жүретін жолдың жағасында биік шөп өсетін жерлерде де жиі кездеседі. Кенелер күн сәулесін ұнатпайды екен. Сондықтан көлеңкеге тығылады. Ең қауіпті аймақ таулы жерлер. Адам өміріне аса қауіпті кене шаққанда не істеу керек? Дәрігерлердің айтуынша, кененің шағуы адам өміріне қауіп төндірмейді. Алайда кененің сілекейімен бірге қанға түсетін вирустар аса қауіпті. Оның салдарынан адам кенелік энцефалит және Конго, Қырым геморрагиялық безгегін жұқтыруы мүмкін. Кене шаққан кездегі басты белгілер. Кене шаққан кезде адамның басы қатты ауырып, дене қызуы 37-39 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Тіпті дене қалтырап, тері бөртіп, қызаруы да мүмкін. Сондай-ақ бұлшықет ауырып, адамның тыныс алуы қиындайды. Адамның тамаққа деген тәбеті жоғалып, жиі шаршайды. Кене шақса не істеу керек? Дәрігерлердің айтуынша, кененің негізгі қорегі қан. Сондықтан бұл жәндіктер адамдар мен жануарларды қан сору үшін шағады. Ол адамды шаққан кезде сілекейімен бірге қанға жұқпалы вирустар енуі мүмкін. Бұл адам өміріне өте қауіпті. Тіпті адам өліп кетуі мүмкін. Теріге енген кенені бірден алып тастау оңай емес. Сондықтан дәрігерлердің көмегі қажет. Егер дәрігерлерге қаралуға мүмкіндік болмаса, теріге жабысқан қауіпті жәндікке вазелин жағып, немесе өсімдік майын құю керек. 5 минуттан кейін пинцет немесе жіп ілгегінің көмегімен кенені тартып аласыз. Бірақ дәрігерлер өте сақ болуға кеңес береді. Қан сорып жатқан кенені тұмсық астынан жіңішке жіппен байлап, асықпай кене мұртшаларын толық шығарғанға дейін ақырын тарту қажет. Егер кененің басы толық шықпай, теріде қарадақ түрінде қалып қойса, бірден дәрігерге бару керек. Қауіпті жәндікті теріден алған соң, оның орнын йодпен немесе спиртпен зарарсыздандырған жөн. Сондай-ақ қолды мұқият жуып, оны йод немесе спиртпен сүрту керек. Өйткені кене қан сорған кезде оның жұқпалы вирустары денеде қалып қоюы мүмкін. Кенені денеден алған соң, оны өртеп жіберген дұрыс. Қайнаған суға салуға да болады. Осыдан соң адамның 3 апта бойы өз денсаулығына мұқият болғаны жөн. Аурудың белгілері анықталған жағдайда дене қызуының көтерілуі, бас ауруы, әлсіздік, бірден дәрігерге тексерілуіңіз қажет. Мамандар кене алатын құралды секвестр деп атайды. Кене шаққанда не істеуге болмайды? Дәрігерлер кене шаққан кезде 3 әрекетті жасамауға кеңес береді. Терідегі кенені сықпау керек, себебі кенеде қауіпті вирустар бар. Ол қолдың ашық жаралары немесе тыртықтары арқылы адам ағзасына енуі мүмкін. Теріге жабысқан кенені жұлмау керек. Өйткені оны жұлған кезде жәндіктің басы теріде қалып қояды. Салдарынан жәндіктің уыз сөлі адам ағзасына тарайды. Кенені тіспен жұлуға да болмайды. Қоздырғышты жұқтыру қаупі жоғары болады. Егер де сіздерге менің бүгінгі ақпаратым ұнаған болса, подписка жасап, маған комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге күнделікті
ақпарат жаңалықтар мен пайдалы кеңестермен бөлісіп отыратын боламын.